Осындай керемет қатпарлы қаттама көргенсіздер ме? Бір жасағаннан керемет болып шығады, өте құтырлақ, өте керемет болып шығатын қаттама түрі. Сәлем баршаға, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін осындай ерекше қаттаманы жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, дәміне қарай тұз және де ашытқымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болмау керек, жұмсақтау қамыр болып шығады. Илеп 20-30 минутқа ашытып аламыз, жылы жерге қойып. Ашыған қамырымызды аламыз да осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде қазір 6 бөлікке бөлдім. Кішкене 4 бөлігін бірдей қыламыз, ал бір бөлігін үлкендеу қылып алатын боламыз. Осы барлығын бөліктерге бөліп, жақсылап зуала жасап, қайта қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, бір қамырымызды алып, оны жұқа етіп жайып шығамыз. Барынша жұқа етіп жайсаңыздар, өздеріңіздің қаттамаларыңыз керемет қытырлақ болып шығады. Қаттамаларыңыз жайып болғаннан кейін сары майымызды ертіп аламыз және де осындай сұйық майды құйып, жақсылап араластырып қамырымызды орайтын боламыз. Осылай орап, жақсылап тығыз қылып орайсыздар, арасына ауа кіріп кетпеу керек. Осылай барлық 4 бөлігінде дәл осылай жайып, дәл осылай май жағып орап шығатын боламыз. Қыздар айтқанда, менің YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Менің YouTube каналымда бұдан да басқа көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Өте пайдалы ақпараттар мен тәтті тағамдардың түрлері бар. Тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де міне ең үлкен қамырымызды осылай үлкен етіп жаямыз, арасына май жағып, осылай қамырларымызды 4-еуінде қойып, дәл осылай орап шығасыздар. Осылай орап шыққаннан кейін әр қамырымызды жақсылап жайып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай қатты қалың болмау керек, орташа қалыңдықта жаясыздар. Осылай барлығын жақсылап жайып болғаннан кейін қызып тұрған табамызға майымызды саламыз да, майды ерітіп үстіне қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды салғаннан кейін қамырымызды табамызға саламыз да, бетін жауып 5 минутқа кішкене бұқтырамыз. Одан кейін осылай ауыстырамыз да, қайта бетін жабамыз. Кемінде 10 минутта осылай пісіп шығады. Мінекей қыздар, барлық қамырдың бөліктерін дәл осылай пісіп шығасыздар. Осындай керемет қатпарлы қытырлақ қаттаманы сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ұнайтынына сенімдімін, өйткені біздің отбасыдағы барлық адамға ұнады, бірден талап жеп қойды. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube каналымды қолдап кетсеңіздер қуанып қаламын. Осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, комментарияға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздер осылай жасайсыздар ма? Ал ас болсын. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет.